Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жұп-жұмсақ болып шығатын, құрамы үйдегі бар заттардан жасалатын шоколадты сүзбелі пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді және мамықтай жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен шоколадты массамызды дайындап аламыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте үстіне сұйық майымызды құямыз. Одан соң сүтімізді құямыз. Тағы да кішкене миксермен араластырып аламыз. Құрамындағы бар заттар үйде бар болғандықтан оңай жасалады және өте дәмді болып шығады. Енді құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Ол үшін ұнымызға қопсытқышты какаоны қосып араластырып аламыз және илеуіштен өткізіп, 2 немесе 3 бөлікке бөліп, массамызға қоса отырып, миксермен араластырып аламыз. Мен осылай 2-3 бөлікке бөліп салып алдым. Шетінен қосып отырсаңыздар да болады. Мінекей біздің сұйық массамыз дайын болуға жақын. Ендігі кезекте начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін сүзбемізге кішкене ұн саламыз. Болмаса кукурузный крахмал салсаңыздар болады. Және жұмыртқамызды, қантымызды салып, блендермен езіп аламыз. Менде домашний сүзбе болғандықтан осылай іртіктері қалмау үшін жақсылап блендермен езіп алдым. Сонда біздің массамыз крем сияқты сұйық, әдемі болып шығады. Енді осы массаны кондитерлік мешокқа немесе салафанға салып аламыз. Менде осындай форма, егерде домалақ форма пайдалансаңыздар, онда диаметрі 20-ны 30-ды пайдалансаңыздар болады. Сұйық массамызды салып, біркелкі қылып, осылай жайып шығатын боламыз. Үстіне бағанағы творог қосылған массамызды осылай видеодағыдай сызып, сеточка жасап аламыз. Менде мына форманың размері 30-да 20, если домалақ болатын болса, онда 30-да 30 диаметрлі форманы пайдаланғандарыңыз дұрыс. Барлығына осылай крем біткенше осылай жасап шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып алып, 180 градуста шамамен 30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз пісіп шықты, өте дәмді, керемет болып шығады. Мамықтай жұмсақ болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Кішкене суытып алып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болады. Сіздерге де жасап көруді кеңес етемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.